еш жазықсыз төгілді. Соғыс аты естілгенде құлақтан, елестетер қара тажал өлімді. Елестетем қанды кешіп жүргенін, елестетем ең азапты күндерін. Талай жанды қиды ажал балтасы, жауды жеңіп қайтты ауылға қаншасы. Ел қорғаған аталардың арқасы. Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Бүгінгі күн көптен күткен салтанатты күн. Сымыраған уақыттың қанатында міне жеңістің 80-ші көктеміне келіп жетті. Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан 1.200.000 адам қатысты. Олардан 400.000-ы әйел. Қазақстаннан барған 500 жауынгер мен офицер, оның ішінде 100-і қазақ ұлтының азаматтары, Кеңес одағының батыры деген ең жоғарғы атаққа ие болды. Олар біздің мәңгілік мақтанышымыз. Сұрапыл соғыс ешкімді аямады. Қызылорда облысы бойынша Ұлы Отан соғысына 150 мыңнан астам адам қатысты. Оның ішінде Қазалы ауданынан 10.770 мың азамат майданға аттанды. Олардың ішінде 6.229 жауынгер ғана аман есен елге оралды. Қазалы ауданынан 10.770 адам майданға аттанды десек, қалған халықтың басым бөлігі тылда еңбек етіп, жеңіске өз үлестерін қосты. Қызылорда облысында Ұлы Отан соғысының 2 ардагері қалды. Солардың бірі Қазалы ауданы Әйтекбек еліндегі Тілеуберген Тоқабергенұлы. Ол 101 жаста сарбаз. 1942 жылы Қызыл армияға шақырылып, туған өлкесіне тек 5 жылдан кейін оралған. Отан соғысының ардагері Қазалы ауданының құрметті азаматы Тілеуберген Тоқабергенұлы. 1924 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданынан Жамбыл колхозында дүниеге келген. Үйдегі 4 ағайынның үлкені. Қан майдан басталған кезде Тілеуберген атамыз 17 жаста еді. 1940 жылы жастар бас 291 атқыштар полкіне ауыстырылды. Кейінірек ол маршал Георгий Жуковтың басшылығымен 158-ші гвардиялық полкіне 28-ші автоматты ротасында қызмет етті. Жеңісті Германиядан қарсы алды. Отан алдындағы еңбегі үшін майдангер 1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен Берлинді азат еткен үшін 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Германия жеңгені үшін медальдармен, Жуков медалімен және тағы да басқа марапаттармен марапатталды. Құрметпен батырлар бен қабыл алыңыздар. Қадам ұлылар түбегі талай сырлар шерткен Тарау тарих боп сөйледі сонау ғасырлардың бабалары. Оқылып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған
желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп. Тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүрек. Қорғап қалған қаласы мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын, қан майданда бала аңсап анасын, келеді деп ана күтті ана баласын. Жауынгер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерім бермеді, жанын қиып туған жерім елім деп, амал қанша көпшілігі келмеді. Озақтардың ұрпақтары өрістеп, болашақтың бақытымен бөліспек. Өткен күннің өшпей тұрған белгісі, өсіп жатыр жеңіс гүлдер жеңіспек. Ойламаңдар, жеңіс көзі соғыс деп, алдарында күтіп тұрған сансыз көп, жетістікке жеткен сайын әсте, соның барын санай берген жеңіс деп. Жеңісті жақын еткендер, тым ерте сөніп кеткендер, сөнбейтін алау барына мәңгілік сеніп кеткендер. Ел үшін құрбан болғандарың үшін, мәңгілік үнсіз қалғандарың үшін, мәңгілік от боп жанғандарың үшін, бас иеміз бүгінгі бейбіт күн үшін. Аспанда бұлттар көшеді, ызғарлы бір жетседі, табиғат ана жылайды, мазасыз күй кешеді. Қосады әнге арманы, кетеді ойдың орманы, ұмыта алмас ешқашан соғыстың зардабын. Соғыс болмас екен, бейбітшілік орнас екен, әлемнің бар балалары алаңсыз ойнап
тозақты күн аңдыстық. Қулығымды асыруға тырыстым. Ақырында көзім құлаттым. Дәл түбінен тигізіппін құлаттым. Бұл да менің сыйласымның біреуі, темір крест тағылған. Аңғардың ба кімнің атқыш екенін? Жата берсең, қалсынен кектестік. Өлген жауға жерім менің жетеді. Сен де маған мәлімсің. Әрине сен келген жоқсың қыз қолынан өлуге. Келгенсің сен біздің елді күйрете бір жеңуге. Музыкалы салтанат бейнелеуге. Бірақ оны Тәңірім тағдырыңа жазбапты. Неткен жымжық тына қапты барлығы. Зеңбілектің күйген даусы қарлығып, тоқтағандай айқайлауға жарамай. Тек мына бір ақ қайынның жапырағы күмбірлейді, күрсінеді, жылайды. Әлде кімге өмір бақыт сұрайды. Жеңіс, тербелетті барсамды, қуаныштан жанарлардан жастанды, халқым күткен ізгі үмітпен, бейбіт күні, ұлы маршы басталды. Әр жүрекке лаулап жатты алаулар, еріп түсіп мұз болып қатқан қыраулар, қуаныштан көкке атылған сәлемді, сүйіншілеп дабыл қаққан қоңыраулар. Тұғып ұстап туыстығым елімнің, отанымның ақтап шыққан сенімін, тарих ана жеңімпазын паш етіп, келер күнге жазды өспес ерлігін. Өтер жылдар, өтер тіпті ғасырлар, келер ұрпақ ерлік даңқа бас ұры, естен кетпес жеңіс күні, және де отан үшін жанын қиған асылдар.